Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Гидравлика және өртке қарсы сумен жабдықтау пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ыдыстың қабырғаларына әсер ететін сұйықтықтың қысымы. Дәрісті оқитын арнайы пәндер оқытушысы, техника ғылымдарының магистрі Хайерова Назгүл Бауыржанова. Бүгінгі сабағымызда қарастырылатын сұрақтар: ыдыстың түбіне әсер ететін қысым күштер, жазық қабырғаға әсер ететін қысым күштер, қисық сызықты қабырғаға әсер ететін қысым күштер. Ыдыстың бірінші сұрақ бойынша ыдыстың қабырғаларына әсер ететін сұйықтықтың қысымы. Гидростатикалық қысымның негізгі мақсаты тыныштықтағы сұйықтықтың түрлі беттеріндегі қысым күшін анықтау болып табылады. Осы күш және оның түсу нүктесі арқылы ыдыстың қабырғаларының қалыңдығы есептеледі. Сұйықтықтар әсер ететін беттер жазық, қисық сызықты болып бөлінеді. Жазық беттер горизонталь, вертикаль немесе қандай да бір бұрышпен көлбеу болып орналасуы мүмкін. Барлық жағдайда да қысым күштер бір әдіспен анықталады. Бірінші элементарлы қысым күші, яғни экранда назар аударыңыздар, элементарлы ауданға әсер ететінін анықтаймыз. Және интегралдау арқылы барлық ауданға әсер ететін жаңағы күшін анықтайтын формула құрылады. Қысым күші анықтайтын үш жағдайда қарастырамыз. Яғни біріншісі ыдыстың түбіне әсер ететін қысым күштер, жазық қабырғаға әсер ететін қысым күштер, қисық сызықты қабырғаға әсер ететін қысым күштер. Экранға назар аударамыз. Қысым сұйықтыққа әсер ететін күштермен және жанасатын ыдыстың беттерімен қалай байланысатынын қарастырамыз. Яғни алдымен қарапайым жағдайды қарастырып аламыз. Ол сұйықтықтың ыдыстың түбіне әсер етуі. Яғни аудандары бірдей, сигма түрлі пішінді үш ыдысты қарастырғанда, әр ыдыстағы сұйықтықтың деңгейі бірдей. Яғни биіктікке тең болса, гидростатиканың негізі теңдеуі бойынша сұйықтықтың түбіндегі қысым да бірдей болады деген сөз. Яғни әр ыдыстың түбіне әсер ететін толық абсолюттық күш бұлай анықталып және бірдей болады. Яғни экранға назар аударып алып, дәптерлерімізге келесі формула түрлерін жазып аламыз. Яғни қалай әсер етеді? Қысым жаңағы бізде биіктікпен жаңағы түрлі пішінмен күштің жаңағы көбейтіндісі мен қосындысының аралығына тең болып. Тең болып табылады. Яғни осы формуламен жаңағы жалпы біздер сұйықтықтың қысым деңгейін, жаңағы ыдыс түбіне қысым күштер қалай әсер етеді, соны жаңағы тауып алатын боламыз. Енді бұл формула бойынша біздерде ыдыстың түбіне түсірілген күш анықталады да. Яғни біздер күшті анықтадық. Мінекей көріп отырсыздар да. Енді және де күштің ыдыстың пішініне байланысты емес екендігін көрсетіліп тұр. Әрбір жаңағы айтып өттік қой, жоғарыда үш ыдысты пайдаланамыз. Яғни әрбір үш ыдыстың түбіне түсірілген күштерді өзара тең деп аламыз. Яғни F1 тең F2 және тең F3 болады. Өйткені біздерде формуланың оң жағындағы шамалар әр ыдыстар үшін тең болып саналады. Бұл тұжырым негізінен ақиқатқа келмейді, өйткені әр ыдыстардағы сұйықтықтың салмағы әртүрлі болады. Сол себепті біздер бұл тұжырымды гидравлика саласында гидравликалық парадокс деп атаймыз. Жақсы балалар, әзірше бүгінгі теориялық сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма сіздерге жалпы осы ыдысқа түсетін қысымның және күштің бағытын анықтау. Яғни мен вирус бағдарламасына барлық тапсырманы жүктеймін, сол бойынша сіздер маған жауап беретін боласыздар. Жақсы, сау болыңыздар.